Алғашқы сәлем, сендермен Тамерланс және бұл Ланс талдауы. Бүгін біз Аяз би атты халық ертегісін талдауды жалғастырамыз. 4-ші бөлім. Күндердің күнінде хан шаңыраққа қарап, жаманды ойланып жатыр еді, 40 уәзір кіріп келеді. Хан басын көтеріп алып, жау шапты, ел бүлінді, апат соқты, осыны ойлап табыңдар, болмаса жазалаймын, дейді. Уәзірлер ақылдасып, өздері таба алмайтын болған соң, жаманды іздеп барып, оған ханның айтқанын айтады. Жаман 40 уәзірді құрмет етіп болған соң, жақсы, мен жауабын берейін. Хан мені ойлап қапаланып жатқан шығар. Қай-қайдағы есіне түскен шығар. Сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда ханның ордасының күлдіреуішінің бір басы шыққан болар. Жаман болса, осыған бір нәрсе айтар еді. Сынайын деп сендерге айтқан ғой. Барып, күлдіреуішінің басын салып берсендер, ханның қызметі тамам болады, деп кеңес береді. Уәзірлер ханға келіп, тақсыр, мына бір күлдіреуішіңіздің бас жағы шығып кеткен екен. Соны салып берейік, деп рұқсат сұрайды. Хан рұқсат берген соң, күлдіреуішінің басын салып береді. Хан күліп, мұны кім үйретті сендерге, деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтады. Хан уәзірлеріне, ол жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын еді. Сендер күндеп, ақырында екеумізді айырдыңдар. Егер де ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. Біреуге ор қазбай өзің түсерсің деген мақал бар, дейді. 40 уәзір ханға жағамыз деп, ханның көңілін аулап, күнде ойын той жасап жатса да, ханның көңілі көншімейді, жаманды сағынады. Бір күні хан уәзірлермен аңға шығады. Аң іздеп келе жатып, таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап, сәлем беріп, «Уа ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды?» деп сұрайды. «Бір 20 жыл болған шығар», дейді шал. «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» «15 жыл болды». «Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды?» «Оған да бір 10 жыл болған шығар». Хан ойланып тұрып тағы, «Ата, өзіңіз нешеусіз?» дейді. «Ой шырағым-ай, жатқанда екеумін, тұрғанда төртеумін. Баба, менің 40 асыранды қазым бар. Соны білдірмей жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп қан шығармай, сойып беретін кісі бар ма?» деп сұрайды хан. Сонда шал, «Адамына тап болсан, айтқанынан да артық етер», дейді. Хан шалдың сөзіне қанағат етіп үйіне қайтады. Келген соң уәзірлеріне, «Мен не дедім, шал не деді, соны айырыңдар. Оны айыруға 1 ай уақыт беремін. Айыра алмасаңдар, 40-ында өлесіңдер», дейді. Уәзірлер сасып, өздері таба алмайтын болған соң, бәрі де тағы да жаманға барып, ханның айтқанын айтады. Сонда жаман, «Сендер бір ат қалдырып, басқа 39 аттарыңды сойыңдар. Киімдерінде өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер. Мен мына қалған атқа мініп сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егер де сендер қастық етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып алам», дейді. Уәзірлер бәрін жаман айтқанда істейді. Етті жеп болған соң, соймай қалдырған атқа жаман мінеді. Жалаң аяқ, жалаң бас, уәзірлерді ханға айдап жөнеледі. Жаман келе жатыр дегенді естіп, хан жаманды жылы қарсы алады. Біраз уақыт бойы той болды. Хан уәзірлерді ұмытып кетеді. Бір күні уәзірлердің арасында хан анау сөзін ұмытып кетті шығар деген күңкіл шығады. Жаман оны естіп, уәзірлерді шақыртып алып, жиылған халық алдында, тау етегінде қой бағып жүрген шал жұрттан асқан дана еді. Хан оның даналығын сезіп, 40 уәзірімді жөнге салып, ақылы айтпас па екен, деп сәлем беріп, тілдесіп еді. Ханның, «Бұл таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды» дегені, «Сенің шашына ақ кіргелі неше жыл болды» дегені еді. Шал, «Шашыма ақ кіргелі 20 жыл болды» деді. Ханның, «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды» дегені, сақалына
ақ кіргелі неше жыл болды дегені еді. Шал оған да 15 жыл болды деді. Ханның бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды дегені, көзінен жас аққалы неше жыл болды дегені еді. Шал оған да бір 10 жыл болды деді. Ханның ата өзің нешеусің дегені, үйінде неше жаның бар дегені еді. Шалдың жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз дегені, менің бұрынғы әйелім өліп еді. Қазіргі әйелімнің байы өлген. Түнде жатқанда екеу болғанмен, күндіз қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынамын. Қазір әйелім үйде отыр, өзінің өлген ерін ойлайды дегені еді. Жатқанда екеу, тұрғанда төртеуміз дегені сол еді. Ханның 40 асыранды қазым бар, соны қан шығармай, сойып, білдірмей, жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма дегені, менің ақылсыз 40 уәзірім бар, соларды ұрмай соқпай, жөнге салып беретін кісі бар ма дегені еді. Шалдың адамына тап болсан, айтқанынан да асырар дегені, оның шешуін маған жолдағаны еді. Сендер мені іздеп барған соң, үстеріндегі киімдерінді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, күйдірмей пісіргенім. Сендерді алдыма салып, жалаңаш, жаяу айдап ханға әкелгенім, қан шығармай сойғаным еді. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен шығар, деп жаман сөзін аяқтады. Хан уәзірлерінің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс аударып көшіп кетуге себеп болып еді. Сонысына ызаланып, өздері әбден жеңілсін, кінәларын мойнына алсын деп едім. Мен тілегім орындалды. Ал халық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма берем. Сіз де енді тартынбаңыз, таққа сіз мінуге уақыт жетті. Қалған өмірде сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін, деп жаманды қолтықтап әкеліп, хан тағына отырғызды. Елі той жасап, жаманды ақ киізге салып, хан көтерді. Жаман ақша ханның еліндегі үйін көшіріп алады. Жаман таққа мінген соң, ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап әділдігі үшін 5 ханның елі жаманға Аяз би деп ат қойып, сол аты өле-өлгенше қалды дейді. Аяз би әділ болды, тура билік кетті. Нашарларға қарасты, яғни нашарларға көмектескен. Баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының маңдайшасына шегелеп қойды. Кейде хандықпен көңілі ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен тымағына қарап, ай Аяз, баймын деп аспа, хан деп таспа, Аяз әлінді біл, құмырсқа жолынды біл, деп көңілін басушы еді, дейді. Міне осылай бұл тамаша ертегі бітеді. Енді бұл ертегінің қорытындысы, басты идеясы қандай деген сұрақ қойылса, менің ойымша, бұл жаманның ақылдылығы мен тапқырлығы. Алайда бұл ертегідегі жалғыз идея емес, онымен қатар ертегідегі мәселелердің қатарына 40 уәзірлердің хан мен жаманды араздастыруы, жаманның уәзірлерге көмектесуі, яғни оның мейірімділігі, зәрлі ханның қаталдығы және мадан ханның оның туған емес анасының қолынан өсірілуін жатқызуға болады. Енді біз ертегіні толығымен талдадық. Айта кететін жайт, мен жақында өзімнің сұрақ жауап деген блогымды бастаған. Оған сілтеме үстінде және видеоның астында болады. Мен сол блогымда Аяз би ертегісімен байланысты сұрақтарға жауап беремін. Менің инстаграмыма сілтеме видеоның астында тұр. Сұрақтарыңыз бар болса, болды. Сұрақтарыңыз бар болса жазыңыз. Ең бастысы мен уақытым болса болды. Жауап беруге тырысамын. Сендерге видеомды қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңдар.